Осы 5 нәрсені білсең, тек ағылшын тілінде ғана емес, барлық тілдерде еркін сөйлеп кетесің. Олар туралы бүгінгі видеода айтатын боламыз. Ең соңғы кеңес ең маңыздысы болып саналады. Сондықтан видеоны соңына дейін қара. Шайың мен печеньеңді қолыңа алып, емін-еркін отырсай. Айтпақшы, осы арнада сені 0-ден бастап B2 деңгейіне дейін жеткізетін арнайы көрсетеді. Сондықтан арнаға астыға өтіп тіркеліп кет, қызыл кнопочканы баста, лайкты баста, видеоны қолдап жіберсей. Сен жасаған бұл кішігірім әрекет мен үшін үлкен мотивация. Ендеше бастайық. Let's start our lesson. Ең алдымен дыбыстық жүйені меңгер. Дәл естің. Дыбыстық жүйе бұл өте маңызды кезеңнің бірі. Мысалы, арабшадағы «хә» болмаса, французшадағы «р» деген сияқты, және де қазақшадағы «қ» деген сияқты әрбір тілде өзіңе жат дыбыс болады. Әр тілдің өзінің екпіні, интонациясы, өзіне тән ерекше дыбыстары болады. Ең бастысы сол алфавит бойынша қалай сөйлеу керектігін, қалай сол дыбыстарды айту керектігін үйреніп алсаң, онда ары қарай бәрі оңай болады. Бірінші кезең осы. Егер әрине сен дыбыстарды тастап кететін болсаң, онда қанша жерден сөздік қорың мықты болса да, сені ешкім түсінбейді. Ең жиі қолданылатын мың сөз. Бәріміз естіген шығармыз, осы ағылшынның 80%, 70%-ын құрайтын ең көп қолданылатын мың сөз деп. Сондай сөздер барлық тілде бар. Бұл расталған дерек. Сол сөздерді алғашында үйреніп базаңды жаттықтырып алатын болсаң, онда ары қарай бәрі оңай болады. Ендеше сен базаны бірінші кезекте сол 1000 сөзден, 1000 сөзден баста. Ол үшін сол тілді поискқа жазатын болсаң, арнайы сен үшін қаншама адамдар ондай сөздікті жасап қойған. Соны ізде, тап және жаттап ал. Ал жаттау техникасы туралы соңына таман бір ауыз айтатын боламын. Үшінші маңызды шарт ол бізде грамматикалық қаңқаны меңгеру. Грамматикалық қаңқа ол кез келген тілдің негізі болып саналады. Егер грамматикалық қаңқаны меңгеріп алатын болсаң, онда бәрі сенің қолыңнан келеді. Біз бәрін жатта демейміз, бірақ сен сөздердің орындары қалай тұратын, және солардың шарттарын, көмекші етістіктерді обязательно білуің керек. Міндетті түрде. Енді алдыңғы кезеңдерден өтетін болсаң, біздің 4-ші кезең бұл тыңдау, есту, яғни фильм, подкаст көру арқылы, көру және есту арқылы сол тілдің ағынын меңгеру. Бәріміз білеміз, кішкентай балалар тілді қалай меңгеретіні. Бұл туралы ғалымдардың зерттеуі бар. Олар оны бірнеше жылдар бойы есту арқылы және қателесу арқылы үйренеді. Қателесу бұл қалыпты жағдай. Қателесуден қорықпау керек. Егер сіз қателессеңіз, еш мұңаймаңыз. Бұл бәрінде болады. Жалпы сіз сол қате арқылы үйреніп бастайсыз. Ал қате істемейтін адам болады, ол ештеңе істемейтін адам. Сол үшін қателессеңіз мұңаймаңыз. Ең бастысы видеоларды көруді, сол тілдің ағысына, сол тілдің мәдениетіне енуге тырысыңыз. Сіз тек қана сол видеоны ғана емес, олардың мәдениетін, сөйлеу қалпын, не туралы ойлайтындарын түсінсеңіз, онда олармен әңгімелесу сізге барынша оңай болады. Соңғы 5-ші кезең ол бізде әрине практика. Аз-аздан күнделікті 15-30 минут өз-өзіңмен сөйлес. Соны видеоға жазып ал, қалай сөйледім мен, менде қандай қателер бар, сол қателерді түзеу туралы ой бастыра бер. Ешқандай жаңағы айтқандай қателерден қорықпа. 5-ші кезең өте маңызды кезең. Негізі көп адамдарда сөздік қор болса да, олар грамматиканы түсінсе де, олар сөйлей алмайды. Себебі оларда практика жетіспейді. Мен саған нәситермен, яғни сол тілдің меңгерген адаммен сөйлесуге кеңес берем. Яғни сол тілді біз сияқты қарапайым қазақ үйреніп сенімен сөйлессе, ол англичанинмен сөйлегенге қарағанда қайда жеңіл болады. Себебі ол да сенің қателіктеріңді түсінеді. Ода да акцент бар. Сен жалпы оны түсінесің, ол сені түсінеді.
кейін бір-біріңді түзейсіңдер деген сияқты. Әрине жеке репетитор жалдасаң ұстаз болған дұрыс, бірақ егер өзім үйренемін дейтін болсаң, онда сен тегін қосымшалар арқылы ағылшындарды үйренгісі келіп жүрген адамдармен тілдесе аласың. Бұндай қосымшалардың тізімін мен астына тастап кететін боламын. Сол жерден оқып алсаң болады. Енді қосымша бонус бізде қалай тілді тез үйренемін дегендерге, яғни жаңағы сол сөздік қорды дамытамын деушілерге арналған кеңес. Ең алдымен сөздік қорды үйрену үшін сізде тұрақтылық болу керек. Тұрақтылық өте маңызды. Егер сіз бір күні 2 сөз, кейінгі күні 30 сөз жаттайтын болсаңыз, бұл әрине дұрыс, бірақ ондай прогресс жай болады да. Сіз күніне 10 сөз жаттаймын деп міндетті түрде өзіңізге қойып алуыңыз керек. 10 сөз сізге әдет болып қалу керек. 10 сөз жаттадыңыз, сол 10 сөзді өміріңізге енгіздіңіз. Яғни қалай енгізесіз? Сол 10 сөзді аласыз, параққа жазасыз. Жазып болған соң міндетті түрде сол сөздерді қолданасыз. Яғни ол сіздің фразаларыңызда, күнделікті қазақша айтатын сөйлемдерде көрініс табу керек. Мәселен, сіз айтасыз, қарапайым ғана сөйлем, мен білмеймін, I don't know. Соны айту, сіз күнделікті айтып отыру, сіздің сол сөзді now деген сөздің мағынасын білу керек екенін біліп отыратын боласыз. Яғни 10 сөз жазасыз, қазірден бастаңыз, 10 сөз жазып қойыңыз, осы 10 сөзді үйренемін деп. 10 сөздің әрқайсысына 3-4 сөйлемнен күнделікті қолдануға болатын 3-4 сөйлем жазыңыз, ұнағандарын күнделікті қолданып жүріңіз. Және жаңағы сөздікке күнде ораласыз. Бүгін 10 сөз жаттадым, ертең қайталамау керек деген жоқ. Күнделікті қайталап отыру керек. Ертесі күні 10 сөз, сонымен 20 сөз сіз қайталайсыз, 20 түрлі сөйлем. Ары қарай сіздің сөздік қорыңыз міндетті түрде көбейетін болады. Мен сізге сенемін. Видео ұнаса лайк басып тіркеліп қолдап кетіңіз. Мен де негізі өзім ағылшын үйреніп жүрген адаммын. Ағылшын эксперт емеспін. Бар болғаны өзім осы этаптардан болашақта өтемін, және біраздан өттім. Сондықтан сіздерге осындай кеңес беріп жатырмын. Жақында осы база дейтін курс пайда болады. Сол жерде сіз өзіңіздің нақты деңгейіңізді база деңгейінде 0-ден бастап қалыптастыратын боласыз. Кейіннен әрине B2 деңгейіне IELTS-пен жұмыс жасаймыз. Ендеше сәттілік. Видеоға жаңа айтқанда лайк басып, комментарий жазып кетсеңіз, мен қуантып қоюшы едіңіз. Ендеше сау болыңыз, сау саламатта болыңыздар. Жақсы.